Егер де біз қазақ халқы, сіздер бастап отырған, мен емес, бәріміз басқарып отырмыз. Біздің аузымызға қарап отырған момын да сенгіш халқымыз бар. Сөз халқымның ауыз бірлігі, руға жүзге баяғыдай бөлінбей, әлгі бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаратын кез келді. Егер де осыны түсінбесек, тарихтың ата-бабамыздың аңсап келген егемендігімізді аузымыздан жырып айырады. Екі дүниеде оңбаймыз онан кейін. Осыны түсіндіре алсақ, сондықтан мен егер де елбасы болып отырып осыдан бір жерде таятын болсам, сіздермен аямауларыңыз керек. Себебі ол мемлекеттің мүддесіне балта шапты деген сөз. Ешбір басшы облыста отырған, менің жаңағы уәкілдерім тағайындаған. Осы мәселені түсіне алмайтын болса, онда біз ел болмаймыз. Ең түпті, ең негізгі егемендіктің тамыры осыда.